Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз халық географиясы тақырыбы бойынша, соның ішінде халықтың тығыздығы, жер бетіндегі мемлекеттердің тығыздығы, халық тығыздығы және сол халық тығыздығын есептеу сабағын қайталау бүгін бізде. Сабағымыздың мақсаты халықтың қоныстану заңдылықтарын анықтау, халық тығыздығының көрсеткіштеріне баға беру. Баға беру үшін біз ең бірінші видео көреміз. Екі видео, сол видеоларға байланысты содан кейін қорытынды жасаймыз. Видеоның біреуі халықтың тығыздығы көп елдер, екіншісі халықтың тығыздығы аз елдер. Қазір көріп отырып, қандай елдер көрсетіліп жатқанын атап отырамыз. Бұл халық ең тығыз орналасқан 5 ел жаңа сендерге көрсетілді. Енді халық тығыздығы ең аз елдерді көрейік. Мавритания, Исландия, Суринам, Австралия, Намибия, Монголия, Сахара, Ирландия, Бұл халық ең аз қоныстанған елдерді көрдік. Енді сендердің алдарында тақтада формула көрсетіліп тұр. Халықтың тығыздығын есептеу формуласы. Мұнда P халықтың тығыздығы, M халықтың саны, V елдің аумағы, яғни ауданы көрсетілген. Формула бойынша халықтың тығыздығын есептеу үшін халықтың санын бөлеміз елдердің аумағына. Мынадай сендерге кесте беремін. Кестеде әрбірінде 5 елден берілген, әрбір елдің халқының саны көрсетілген және аумағы көрсетілген. Формулаға қоямыз да әрбір елдің халқының тығыздығын есептейміз. Қазір уақыт кетті. Есептеп болғасын маған тапсырамыз. Жақсы, дұрыс.
болдық па? Сосын соңында тексеремін бұны, сосын салыстырамыз. Енді мынандай кейбір қызықты мәліметтерді тыңдайық. Жалпы жер ретінде халықтар біркелкі орналасқан. 7% құрлықта 70% халық тұрады. Халықтың басым бөлігі қоңыржай, субтропиктік және субэкваторлық климаттық аймақтарда тұрады. Осы аудандардағы халықтың тығыздығы 1 км квадрат үшін бірнеше жүз адамға жетеді. Ал әлемдік тұрғындардың орташа тығыздығы 1 квадрат километрге 40 адам. Ал жердің 15% құрылымында халық мүлдем мекендемейді. Біздің Қазақстанда халықтың тығыздығы өте аз мемлекетте жатыр, қараңдар бізге қандай үлкен территория, халық саны өте аз. Енді осы жерде бірден сендерге үй тапсырмасын беріп кетейін. Үй тапсырмасын да болыңдар. Үйде, интернеттен, немесе газет журналдардан, кітаптардан, кітапханадан қарауға болады. Осы халықтың тығыздығы бойынша, яғни халықтың орналасуы бойынша жер бетіндегі қызықты материалдар дайындап келеміз. Ол болуы мүмкін видеоматериал жүктеп әкелуге болады, немесе реферат ретінде жазып келуге болады. Түсінікті,